Бүгін бізде төртінші сабақ. Төртінші сабақта бізде үш мақсат тұр. Бірінші, квадрат үш мүшенің түбірі ұғымын біледі. Екінші, үш мүшеден екінші мүшенің толық квадратын бөліп ала біледі. Үшіншісі, квадрат үш мүшені көбейткіштерге жіктеу. Үш мақсатқа жеке-жеке тоқталамыз. Бірінші, ұғымды білу керек біз. Одан кейін бөліп алатын деген арнайы әдісі бар, соны үйретемін. Үшіншісі, көбейткіштерге жіктеу деген балдар білесіздер, екі жақшаға жіктейтін, Немесе мысалы қараңыз, x квадрат қосу x-ті көбейткішке жіктегенде бүйтіп жіктейтін едік. X-ті жақшаға жіберіп, x плюс 1. Міне, көбейткішке жіктегені мынау. Яғни көбейткіштерге жіктеу, екі жақшаға жіктеу, либо бір жақша, но ортасы главный көбейту болып тұру керек. Түсінікті? Бұл үшінші мақсатымызда осындай нәрсе, яғни біз квадрат теңдеуді осындай нәрсе жазуымыз керек. Енді бірінші ұғымына керек, бірінші мақсатымыз. Балалар, бір мүше, екі мүше, үш мүше дегенді өттік, Бір мүше, екі мүше, үш мүшелер бір-біріне қосылып, азайтылып, олар көп мүшені құрайтын еді, Бірақ бізде квадрат үш мүше деп, мына түрде, яғни ax квадрат қосу bx плюс с түріндегі көп мүше квадрат үш мүше деп аталады. Неге квадрат үш мүше? Неге просто үш мүше емес? Себебі оның самый главный мүшесі квадраттан басталып тұрғандықтан ол квадрат үш мүше деп аталады. Егер сізде мынауда мысалы ax куб плюс bx плюс с деген, мынауда үш мүше, бірақ бұл квадрат үш мүше емес. Түсінікті? Дәл сол сияқты бұндағы абысы коэффициенттер және а нөлге тең болмау керек. Ax квадрат бұдағы бірінші мүше, bx бұл x-тің алдында коэффициент екінші мүше, с бізде бос мүше деп те атаймыз, немесе үшінші коэффициент деп те атаймыз, Ары қарай, енді квадрат үш мүшенің түбірі деген мақсат болды. Ол дегеніміз не? Квадрат үш мүшенің теңдеуін нөлге айналдыратын теңдеу мәнін квадрат үш мүшенің түбірлері деп атаймыз. Теңдеу емес, мына жерде айнымалының деп атайықшы. Мында үшіншісі мынау, айнымалы. Яғни қараң, квадрат үш мүшенің теңдеуін нөлге айналдыратын айнымалының мәні квадрат үш мүшенің түбірлері деп атаймыз. Яғни квадрат үш мүше мына түрде беріліп тұр ғой, vx плюс с. Мына жерде vx плюс с. Осының мәні нөлге айналдыратын айнымал деген x-тардың мәні, яғни x1 мен x2 бізде мына квадрат үш мүшенің түбірлері. Енді вопрос, x1 мен x2-ні қалай табам? x1 мен x2-ні манағы айтқандай ветпен табам, или дискриминантпен табам. Оны біз алдыңғы мақсатта өтіп кеттік. Түсінікті? Дискриминантпен табам. Яғни квадрат үш мүшенің түбірінің анықтамасы осылай айтады. Яғни квадрат үш мүшенің теңдеуін нөлге айналдыратын айнымалының мәнін квадрат үш мүшенің түбірлері деп атаймыз. Жақсы, бірінші мақсат кетті. Енді балалар, бізде екінші мақсат бар. Бұл үш мүшеден екі мүшенің толық квадратын бөліп алады. Ең қиын бізде осы мына сабақта мақсат осы. Енді оған мына есепті қарастырамыз. Маған квадрат үш мүше беріліп тұр, міне көріп тұрсыздар, x квадрат минус 7x минус 8 деген, Осыдан, балалар, мен квадрат үш мүшенің толық квадратын бөліп алу әдісін қолданған мына жерде. Қалай қолданған? Қарап отырсаңыз, яғни қараңыз, балалар, мына теңдеуді мынандай қылып жазған ғой, көріп тұрсыз ба? Мынандай қылып жазған. Яғни қараң, квадрат үш мүшеден мына жерде толық квадраты деген міне x минус 7 бөлінген 2-ның квадратын, яғни бөліп алған. Түсініп отырық па? Яғни a минус b немесе a плюс b-ның квадратын, былайынан жазып қойыншы, квадратын, мынау с деген какой-то сан, квадратын бөліп жазған. ax минус b дейін. Квадратын бөліп жазған. Яғни толық квадратты бөліп алу әдісі деген сөз, мынандай үш мүшені, мынандай какой-то бір санның квадраты плюс-минус сан деп жазуды айтамыз.
Түсінікті? Енді вопрос, мына түрге қалай келтірген? X квадрат минус 7x минус 8. Мен түсінікті болу үшін қарапайым теңдеуді алайын. Мына жерде күрделі теңдеуді алған екен. Мысалы, x квадрат минус 4x плюс 5. Мен осыны бірдеңенің квадраты и плюс немесе азайту какой-то бір сан ретінде жазуым керек. Яғни толық квадратын бөліп алуды қарастыруым керек. Қалай қарастырамын? X квадрат минус 4x да плюс 5. Қараңыз, x квадрат біз екі санның мына формуланы өттік. А минус b-ның квадраты немесе а плюс b-ның квадраты. Бұның формуласын қалай шешетін едік? А квадрат қосу 2ab плюс b квадрат. Минус болса, мына жері минус болатын, иә? Бұл жерде қараң, бірінші а квадрат тұратын. Көріп отқаныңыздай, мына жерде міне x квадрат тұр. А-ның орнында, иә? А дегеніміз, значит, x болып тұр. Дұрыс па? Одан кейін 2ab, яғни 2ab-ның орнында мұнда 4x тұр. Неге? Себебі а-мыз уже понятно бізде x-қа тең, значит, b-мыз какой-то сан. Яғни 2x и b дегеніміз какой-то сан. Яғни мына 4x-ті мен бет жазып аламын. 2 деп мына 2-ні жазып алдым. А деп менде x тұр. И көбейту уже 4x болу үшін неше жетпейді? 2 жетпейді. Дұрыс па? Значит, мына жерде мен анықтап алдым. b менде нешеге тең? b менде 2-ге тең. Так, плюс 5 қой. Но менде мына формула болу үшін маған плюс b квадрат кет. Ал b менде 2. Значит, мен плюс 4-ті жазам. Дұрыс па? b квадратым, яғни 2-ның квадраты 4-ті жазым. И минус 4 деп жазам. И соңында мына тұрған плюс 5-ті мына жерге әкелем. Түсінікті? Неге плюс 4, минус 4 деп алдым? Себебі мына екеуі жойылып кетсе, қайтадан мына бастапқы теңдеу шығатын шоу үшін. Тең. Так, мында жалғастырайын, түсінікті болу үшін. Енді қараңыз. Мынау какой формула? Бұл, қараңыз, x минус 2-ның квадраты. Дұрыс па? Мен әдейі осы түрге келтіру үшін осылай ашып жаздым. Плюс, енді қараңыз, мынау менде x минус 2-ның квадраты болса, минус 4-ке 5 қоссам қанша болады? Плюс 1, яғни плюс 1. Яғни мына теңдеуді мына түрге әкеліп жаздым. Яғни толық квадратын бөліп алу әдісін пайдаланып осы түрге әкеліп жаздым. Түсінікті? Так, тағы бір мысал қарайық. Енді қараңыз. Так, x квадрат минус 8x плюс 10. Я? Біріншіден мынаны былай x квадрат деймін. Так, 8x-ті 2-сін обязательно бөліп жаздым. 8-дің 2-ге бөлгенде 2, көбейту 4, көбейту x. Дұрыс па? 8x-ті өйтіп. Чтобы мына 2ab-ға келтіру үшін. Плюс, енді қараң, b қанша болды? Осы жерден b-ны тауып аламын. b менде 4-ке тең. Я? А квадрат минус 2a x-қа тең, b 4-ке тең. 2ab, яғни, и b 4-ке тең болғандықтан менде b-ның квадраты келу керек. b-ның квадраты менде 16. И обязательно минус 16, яғни минусын жазам қасына. Я? Потом плюс и соңғы сан жазам. Плюс менде 10. Дұрыс па? Дұрыс. Енді мынау қандай формула? Бұл менде x плюс 4-дің квадраты. И мынадан қанша шығады? Минус 16 плюс 10. Бұл минус 6. Яғни мен мына теңдеудің толық квадратын бөліп алып жаздым. Так, енді мына жердегі примерге қарасаңыз, тоже x квадрат 7x. Бірақ қараңыз, чтобы 2 болу үшін, 7 енді 2-ге бөлу үшін 2 көбейту 3,5 қой 7. Яғни 2 көбейту 3,5-ды 7 бөлінген 2 деп жазған. Неге? Себебі мына 2 мен 2 қысқарып кетсе, мынау обратно 7-ның өзі шығатындай. Өстіп жазған плюс уже 3,5-ның квадраты. Уже b бұл жерде понятно 3,5-ға тең, я? Значит, 3,5-ның квадраты минус 3,5-ның квадраты. Яғни плюсын жаздым и минусын да жазып қоям. И минус 8 деген мына 8-дің өзі. И потом, мынау менде қандай формула? Мынау менде x минус 7 бөлінген 2-ның квадраты. И
мына минус 7 бөлінген 2 квадраты мен минус 8-ден менде минус 81 бөлінген 4 шығады. И оны міне мынандай түрге жаздым. Түсінікті? Яғни біздің екінші мақсатымыз, балалар, манағы айтып отқан, толық квадратын бөліп ала білет деген сөз. Яғни міне мынандай толық квадратын бөліп ала алады. Так, жақсы. Енді үшінші мақсат қандай болды? Көбейткіш түрінде жазу керек болды, я? Үшінші мақсат көбейткіш түрінде жазу. Көбейткішіне түрінде жазу, яғни мына шыққан нені мен какой-то бір екі жақша түрінде жазуым керек. Ортасы көбейту болатын екі жақша түрінде жазуым керек. Так, бұған балалар бізде мынандай арнайы формула бар. Жалпы жазып қойыңыздар. ax квадрат қосу bx қосу с түрінде теңдеуді мен мынандай түрде жазам. x минус x1, x минус x2. x1 мен x2 деген бұл біздің мана дискриминантпен либо бетпен арқылы табатын теңдеудің түбірлері. Түсінікті? Бұл түбірлер. Так, ал а деген мынау бастапқы а. Так, мысалы x квадрат минус 3x плюс 2. Мынанікі ветпен тапсақ 3. Так, 2. Қандай санның қосындысы 3? Яғни 1 мен 2, ал көбейтіндісі 2-ке тең. Так, 1 мен 2. Дұрыс па? Түбірін таптым. Значит, мына теңдеуді мен қараңыз. А нешеге тең? 1-ге тең, я? Мына жерде 1-ге тең. Значит, 1 көбейту x минус x1 1-ге тең. X минус x2 2-ге тең. Яғни бұны 1-ді сірә ішке көбейтсең өзі шығады. X минус 1, x минус 2 түрінде жазалам. Вот, мына теңдеуді қараңыз. Көбейткіш түрде не бүйтіп жаздым. Я? Кейбір есептері болады, вет арқылы таппайды. Ветпен табылмаса, онда түбірлерді, яғни x1 мен x2-ні дискриминантпен шығарып табасыздар. Түсінікті? Яғни мына теңдеулерді мен мынандай түрде жаза аламын. Түсінікті ғой, я? Так, главный формуламыз мынау. Енді вопрос, манағы мен көбейткішке жүктегенім бар ғой? Қайда кеттім? Мысалы қараңыз, мен толық квадратын бөліп алып жаздым ғой, мысалы мынандай түрде келсе, осыдан ары қарай мен апай не түрінде жазалам ба деген сұрақ. Мысалы көбейткіш түрінде мынаны дәл осы теңдеуді. Қараңыз, толық теңдеуді мен квадратын бөліп алып жаздым. Осыны мен екі жақшаға жүктеп жазуым керек, яғни көбейткіш түрінде жазуым керек. Енді қараңыз, мына жерде қараңыз, а квадрат минус b квадрат деген формула тұр. А-ның орнында менде x минус 4 тұр, b-ның орнында не тұр? 6-ның квадраты, мынаны бет жіберем. Түбірасты 6-ның квадраты де жіберем. Сонда 6-ның өзі шығады. Дұрыс па? Яғни b-ның орнында менде түбірасты 6 тұр. Да? Так, бұл формулада а минус b, а плюс b ғып жазатын едім. Я? Мына формуладан мынау шығатын еді. А менде x минус 4, значит, мен мына жерге былай жазам. X минус 4, а минус b, b менде түбірасты 6, яғни x минус 4 минус түбірасты 6, және x минус 4 плюс түбірасты 6. Түсінікті? Енді қараңыз, мынаны мен уже қараңыз, екі көбейткіш түрінде жаздым. Түсінікті? Мынаны мен екі көбейткіш түрінде жаздым. Бірақ балалар қараңыз, бұл жерде санның квадраты мен минус түбірасты 6-ның квадраты болды. Яғни ортасы минус болды. Себебі бізде главный формулада ортасы минус болу керек, та? Ал вот мына жерде, қайда кетті жаңа шығарғанымыз? Мысалы, мына теңдеуде мен мынандай қылып жазалам ба? Мына жағдайда жоқ. Неге? Себебі мынаның ортасы плюс. Маған мына жер минус болса, мен сразу формулаға салып жазатын едім. Я? Мына ортасы плюс болғандықтан мен жазалмайын деп ойлаймын. Түсінікті? Бірақ мынандай нәрсе бар. Так, мынаны кетіремін. Мынандай нәрсе бар.
Яғни минус болса сразу формулаға салам, плюс болса қалай істеймін деген сұрақ. Так, онан бері. Плюс болса қалай істеймін? Онда жағдайда қараң. Мынаны мен мына теңдеуді бүйтіп алам. Яғни қараңыз, x минус 2-нің квадраты плюс 1 ғой. Былай істеймін. X минус 2-нің квадраты, яғни мынау сияқты, яғни а квадрат минус b квадратқа келтіру үшін ортасын минус 1 деймін. Түсінікті ма? Жоқ, дұрыс. Мына жағдайда болмайды. Минус және минус 1 деп алам деп ойлайды, жақсы. Бірақ қараңыз, мына жерде қараңыз, x минус 2-нің квадраты минус, бірақ минус 1-дің санның, ешқандай санның квадраты минус 1 бола алмайды. Сондықтан мына жағдайда мен мынандай қылып жаза алмаймын. То есть а минус b, яғни көбейткіш қылып жаза алмаймын. Бірақ көбейткіш жаза алмаймын деп тастап кетпейміз. Не істейміз? Тастап кетпейміз. Мынаны дискриминантын табамыз, либо ветпен шығарамыз. Мына теңдеу ол. Мынаны ветпен шығарам. Так, 4, 5. Қандай санның қосындысы 4, көбейтіндісі 5. Так, бар ма? 5 пен минус 1, да? x1 5, жоқ, келмейді. Минус 5 пен минус 1 келмейді. 5 пен 1, 1 мен 5. Так, ветпен шықпайды екен мынау, да? Ветпен шықпайды. Значит, мынаны көбейткіш қылып жаза алмаймын. Вет бойынша көбейткіш қылып жаза алмаймын, бірақ дискриминантын тауып көрем. Дискриминант v-нің квадраты 16, минус 4, 5-ім 20. 16-тан 20 азайтсам минус 4, дискриминанты 0-ден кіші. Значит, мына теңдеу вообще көбейткіш қылып жаза алмаймыз. Так, сонымен балдар болды, түсінікті, Енді мына жерде теңдеуді қараңыз. Мынаны қараңыз. Мынандай қылып жазды, Мынаның квадраты 81 бөлінген 4, это 9 бөлінген 2-нің квадраты деп. Мына уже қараңыз, ортасы минус болғандықтан а квадрат минус b квадратқа келіп тұр. Значит, бұны мен а минус b, а плюс b деп жазалам. Так. И все, ары қарай жақшаны ашуға келіп тұрса ашасыздар, яғни мына ішін орындауға келіп тұрса ашып есептейміз, ал келмесе онда жақшаны өсіп қалдырсаңыз болады. Мына жерде енді бізде келіп тұрған екен. Так, жақсы. Бір есеп шығарып жіберейік. Так, мысалы y квадрат минус 8y минус 9. Мынаның толық квадратын бөліп алайық, потом барып көбейткішке жүктейік. Түсінікті? Толық квадратын бөлу үшін y квадрат 8y-ді ашып жазам. 2 көбейту 4-тің y-гі. Енді қараңыз, уже v-ны анықтап алдым. v менде 4 кетен. Значит, плюс v квадрат 4-тің квадраты и минус v квадрат 4-тің квадраты и минус 9 деп, яғни мынаны өзін жазам. Так, мынау менде не болады? y минус 4-тің квадраты. Так, минус 4-тің квадраты 16, минус 25. Дұрыс па? Мына екеуінен минус 25 шығады. Так, ары қарай, енді мен уже толық квадратын бөліп алдым. Енді мен не істеймін? Оны көбейткіштерге жіктеп жазам. Так, а-ның орнында y минус 4 тұр, b-ның орнында 25, яғни b-ның орнында менде 5 тұр. Түсінікті? А-ның орнында y минус 4 тұр. Значит, b квадрат дейсем. Так, мынаны ары қарай бет жазайын. Квадраты минус b-ның квадраты болса 25, это 5-тің квадраты. Дұрыс па? Так, а минус b, яғни а-ның орнында y минус 4 минус b 5, y минус 4 плюс 5. Так, бұдан шығады, уже қараңыз, мұнан іші азайтылатындай санда, значит, y минус 9 и y
плюс 1. Все. Есеп осылай шығарамыз. Так, мына жерде қалған есептерді өзіңіз қалаған біреуін үйден шығарып қорытындыласаңыз болады. Так, сонымен балалар қараңыз. Біз так, бір есеп бар, тағы айтып кетейін, есеп болдым қазір. Так, мына жерде не істеген? Так, мына жерде қараңыз. Уже бұл жерде А 3-ке тең болып тұр, я? Бұл жерде не істеген? Барлығын 3-ке бөліп жіберген. Мынаның барлығын 3-ке бөліп жіберген. Мынаны да 3-ке бөліп жіберген. Егер теңдеуде, квадрат теңдеуде екі жағын санға бөлсеңдер, екі жағына да бөлу керексіздер. Сонда мынау x квадрат бөлінген 7 бөлінген 3 и плюс 4 бөлінген 3 шықты, я? Так, мына жаққа жазайын. Плюс 4 бөлінген 3 тең 0. Енді қараңыз, мынаны көбейткішке жүктеу үшін манағы алдыңғы есеп сияқты бізге 2 керек қой. 2-ні енгізем, 7 бөлінген 3 тұра береді и 2-нің қасына, то есть 1 бөлінген 2-ні істеймін. Мына екеуі қысқарып кетсе, мынаның өзі шығатындай. Так, вопрос. Енді квадраты и дәл осының минусын жазам. Да? Потом уже соңғы тұрған санның, мына тұрған санның өзін жазам. Плюс 4 бөлінген 3. Да? Так, мынау қандай теңдеу? Ойбай, мынау қандай теңдеу общий? Мына жерге дейін. Бұл x плюс 7 бөлінген 6-ның квадраты и мынаны есептейсіздер. Минус 49 бөлінген 36 плюс 4 бөлінген 3. Мынаған 12-ден берем. 12-ін ортақ бөлім келтіріп атым. X плюс 7 бөлінген 6-ның квадраты пока тұра береді. 49-дан 4 12 48, я? Минус 49 плюс 48 минус 1 бөлінген 36. Так, значит, мынаны бет жазалым. X плюс 7 бөлінген 6-ның квадраты минус 1 бөлінген 36, это 1 бөлінген 6-ның квадраты. Я? Так, мынаны енді көбейткішке жүктеп жазсам, а минус а квадрат минус б квадратқа келіп тұр. Яғни а минус б минус 1 бөлінген 6 и а плюс б плюс 1 бөлінген 6. Мынау енді ары қарай іші есептелетіндей сан. X мына 7-тен бір азайтсам 6, 6-ны 6-ға бөлсем x плюс 1 шығады. Мына жерде 7-ге 1 қоссам 8, 8-ге 6 бөлсем x плюс 8 бөлінген 6 шығады. Яғни вот көбейткіштерге таптым, жүктедім. Значит, мынаның бір түбірі минус 1-ге тең, екінші түбірі минус 8 бөлінген 6-ға тең. Мана жаздық қой мынандай ax минус x1, x минус x2 деп. Помните? Соған қарап мен x1 мен x2-ні анықтап алдым. Мен x1 менде минус 1-ге тең. Мына жер минус, бірақ плюс болып тұрғандықтан, мына жер x2 менде минус 8 бөлінген 6-ға тең. Так, осымен сабақ аяқталды. Біз 3 мақсатта анықтадық. Көбейткішке жүктедік, толық квадратын бөліп алдық, енді и ұғымын білдік.